сіздермен бірге осындай тюльпан самсасын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ұнымызға тұзымызды, разрыхителімізді, жұмсақ сары майымызды, қаймағымызды салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Салмасын дайындайтын боламыз. Фарш, асқабақ, тұз, бұрыш, пиязымызды салып дайындап аламыз. Дайын болған тестамызды алып, пышақтың көмегімен кесе отыра осылай дөңгелектеп, бетін жауып, 20 минутқа холодильникке қоятын боламыз. Дайын болған тестамызды дөңгелетіп отырып жайып, шетін кесіп, ортасына салмасын саламыз да дөңгелетіп отырып, дәл видеодағыдай түйіп алатын боламыз. Бетіне жұмыртқа мен күнжітімізді жаға отыра 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Барлықтарыңызға ас болсын. Маған міндетті түрде тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.